Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен баялдыдан жасалатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Орысша бұны тещин язык деп те атайды. Кішкене өзгешелеу жасалады, жасап көріңіздер. Баялдыны жақсылап жуып, керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Жұқа қылып ұзын жағынан кесіп шығамыз. Баялдының кесілген бөліктерін ыдысқа салып, үстіне су құямыз. Ол суға 2 шай қасықтай тұз салуымыз керек. Баялдының қышқылтым дәмін кетіру үшін. Шамамен 10-15 минут суға салып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Қызанақты өте ұсақ кубик етіп тураймыз. Ас көкті де алып, осылай ұсақтап турап шығамыз. Менде ыдыста майонез бар. Оған 2 сарымсақтың тісін алып, өткізгіште өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Баялды 15 минут тұзды суда тұрды. Осындай қоңырқай түсті су шығады. Оны алып сүлгінің үстіне қойып кептіру қажет. Әбден кептіріп аламыз. Осылай қағаз сүлгеге басып, 2 жағын кептіріп алдым. Мен сіздерге рулеттің 2 жолын көрсетемін. Біріншісі, жай ғана қызып тұрған тавадағы майға 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Баялдыны қағаз сүлгеге саламыз. Майын сорғытып алуымыз қажет. Рулеттің екінші түрі ол клярмен жасалады. Ол үшін ыдысқа жұмыртқа салып, шанышқымен жақсылап шайқаймыз. Осы жұмыртқада аунатып, дәл жаңағыдай майда 2 жағында қызартып қуырып аламыз. Енді рулетімізді әдемілеп ораймыз. Баялдының 1 данасын алып, үстіне майонезді соусты жағамыз. Ортасына аз мөлшерде туралған қызанақты саламыз. Рулетті видеода көрсетілгендей ораймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлық рулетті осылай орап шығамыз. Бірінші тарелкеде клярмен жасалған рулет, екінші тарелкеде клярсыз. Мінекей рулеттеріміз керемет әдемі болып шықты. Дәміне енді ғашық боласыздар. Шын мәнісінде жасап көріңіздер. Сіздерден лайк, пікір күтемін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.